Ал жүн өнімдерін өңдеу фабрикасы тауарларын шетелге экспорттауды бастады. Қазірдің өзінде шүйкеленіп тазартылған алғашқы 18 тонна өнім Италия мемлекетіне жөнелтілді. Бұл Қазагро өнім акционерлік қоғаммен арадағы бірлескен жұмыстың нәтижесінде мүмкін болып отыр. Кәсіпорын шетелдік әріптестеріне қалған 54 тонна жүнді жақын күндер жібермек. Сонымен қатар Қазагро өнім акционерлік қоғамы қазақстандық аяқ киім компаниясы жұмысының жандануына сеп болды. Тара жүн өңдеу фабрикасы ұзақ жылғы тоқыраудан кейін өндірісін қайта тіктеп тірлігін ширата бастады. Шетелдік фирмамен арадағы келісімге сай, отандық кәсіпорын биыл 72 тонна қой жүнінің жартылай фабрикатын Апеннин түбегіне жібереді. Бұл Қазагро өнім акционерлік қоғамымен тығыз жұмыс істеудің арқасында жүзеге асып отыр. Жалпы жүн өңдейтін фабриканың жылына 10 мың тонна өнім өндіруге қауқары бар. Былтыр кәсіпорын 2 мың тонна өнім шығарған. Бұл жалпы өндіріс қуаттылығының 30%-ын құрайды. Ал биыл тиісті қолдау көрсетілсе, кәсіпорын тек экспорттың өзіне 500 тонна өңделген жүн шығаруға дайын. Бізге айтып отырмын ғой, 2 мың тонна керек. Оған оборотный средствамыз өзімізде жоқ. Сол себептен Қазагро өнімге сеніп отырмыз, олар бізге толық осы фабрикаға жететін сырьені әкеліп жүргізеді деп ойлаймыз. Фабрика экспортқа тек өңделген жүнді шығарып қана қоймай, келешекте иірілген жіп пен матада дайындамақ. Бірақ бұл көп шикізатты қажет етеді. Сондықтан алдағы маусымда қой жүнін мол жинақтап алу жолдары қарастырылуы тиіс. Осы тұста қазагрологтар қаржылай көмек беріп, әрі қарай жұмыс істеуге ниетті екендіктерін айтты. Қош Тараз өнеркәсібі біздің акционерлік қоғамға жаңағы өздерінің ойларын, міндеттерін, алға қойған жоспарын айтып, оны біздің қоғамымыз қолдап, екі жақтан бірлескен жаңағы келісім шарт құрылып, соның нәтижесінде топысты итальяндық компания Викатекс сонымен келісім шартқа отырып, алғашқы партиясын жібердік. Ал кезінде құлдырауға шақ қалған аяқ киім фабрикасы қазір аяққа нық тұрған. Кәсіпорынның негізгі артықшылығы шикізаттан дайын өнімге дейінгі процесс осында жасалады. Мұнда жылына 100 мыңға жуық аяқ киім тігіледі. Өнімнің денін әскерилер алатын көрінеді. Заказы, как правило, барлық тапсырыс жыл басында қабылданады, ал қараша-желтоқсан айларында болса тоқтатылады. Әсіресе қысқы уақытта жұмыс жүрмей қалатын. Сондықтан сәнді аяқ киім тігуді қолға алуды жөн көрдік. Есесіне өндіріс үзілмейді. Жұмыс жыл бойы жүреді. Кәсіпорынның жалпы өнім қуаттылығы 300-500 мың дана аяқ киім. Бұл межені бағындыру үшін қаржы емес, шикізат тапшылығы қол бойлау болып тұр. Өңделмеген терінің басым бөлігі шетелге өткізілетін көрінеді. Сондықтан бұл мәселені үкімет деңгейінде қарау керек дейді жергілікті басшылық. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Бақытжан Бапаев, Тараз.